Сәлем достар, сіздермен бірге қызық факт арнасы. Бүгін қазіргі заманның ең өзекті тақырыптарының бірін қозғаймыз. Антарктида ерісе не болады? Антарктида дүние жүзіндегі ең биік құрлық. Оның мұз жамылғысымен қоса есептегендегі орташа биіктігі 2040 метр. Яғни барлық құрлықтардың орташа биіктігінен 3 есе артық. Жерінің аумағы 12,3 миллион километр квадрат. Ал мұздықтар мен аралдарды қосқанда 14 миллион километр квадратқа дейін жетеді. Жерінің 99%-ын қалың мұз басып жатыр. Яғни оның жалпы көлемі 26 миллион километр куб. Спутниктік деректерге сүйенсек, 1986 жылы Антарктидадағы өсімдіктер 1000 шақырымнан аз аумақты ғана алып жатқан. Ал 2021 жылға қарай бұл көрсеткіш 12000 шақырымға дейін ұлғайған. Климаттың жаһандық өзгеруі әлемге үлкен қауіп төндіруде. Елестетіп көріңіз, мұхит деңгейі 10 метрге көтеріліп, жағалаудағы қалалар су астында қалады. Ал жердің үйреншікті келбеті түбегейлі өзгереді. Бұл адам өміріне, экожүйелерге және экономикаға қалай әсер етеді? Осы видеода біз мұздықтардың еруі қандай табиғи апаттарға, сондай-ақ әлеуметтік және саяси өзгерістерге алып келуі мүмкін екенін талқылаймыз. Видеоны бастамас бұрын арнаға жазылып, жаңа видеоларды жіберіп алмау үшін қоңырау белгісін басуды ұмытпаңыз. Ал енді бастайық. Антарктида дегенде көз алдымызға мұз бен қар басқан кең алқап, оның үстіндегі жайбарақат жүрген пингвиндер елестейді. Ал нақты деректерге келсек, Антарктида жер шарындағы ең аз зерттелген материк, әрі ол ешбір мемлекетке тиесілі емес. Сондай-ақ, бұл тұрақты халқы жоқ, жалғыз құрлық. Антарктиданың мұз қабаты жер бетіндегі бүкіл мұздың 90%-ын құрайды. Сонымен қатар, бұл планетадағы ең суық материк. Орталық аймақтарда температура -89 градусқа дейін төмендейді. Алайда, бүгінде Антарктидада жаһандық жылынудың алғашқы белгілері байқала бастады. Ірі мұздықтар жаппай еруде, жаңа көлдер пайда болуда, ал кейбір аймақтар мұз жамылғысынан айырылып жатыр. Антарктиданың мұз жамылғысы толықтай еріп кетуі үшін орта әлемдік температура 10 градусқа көтерілуі тиіс. Жылдан жылға зауыттан, көліктен мыңдаған тонна көмірқышқыл газының ауаға бөлініп жатқанын ескерсек, мұндай жағдай әбден мүмкін. Озон қабатының жұқаруы. Озон жұқарған сайын күн сәулесі мұзға тікелей түседі. Сондықтан да мұздар жылдам еруде. Мұздың еруіне адамның әрекеті де әсер етуде. Соңғы 150 жылда адамзат атмосфераға 2,5 триллион тоннадан астам көмірқышқыл газын, яғни улы СО2 газын шығарды. Бұл жер үшін көрінбейтін у. Машиналар, зауыттар, ұшақтар, көмір мен мұнай мұздың еруіне тікелей әсер етуде. 1990 жылдардан бастап мұздықтардың жойылу жылдамдығы бірнеше есе артты. Қазіргі қарқын сақталса, 2100 жылға дейін жердегі мұздықтардың 3-тен 2-сі жоғалып кетуі мүмкін. Ал егер Антарктида мұзсыз қалса не болады? Ең үлкен қауіп Туэйтс мұздығы. Оны қиямет мұздығы деп атайды. Себебі ол ерісе әлемдік теңіз деңгейін 65 сантиметрге дейін көтере алады. Бірақ ең қауіптісі, ол құласа, батыс Антарктида түгел құлайды. Туэйтс мұздығының астында 80 километрге созылатын алып жарық жатыр. Жарық символика емес, нақты физикалық жарық. Яғни, мұз кез келген күні сынуы мүмкін. Ал егер Антарктида мұзсыз қалса не болады? Антарктиданың өзі қалай өзгереді? Қазіргі таңда оның аумағы 14 миллион километр квадрат. Мұз ерісе, бұл көрсеткіш 3-тен 1-не қысқарады. Ал құрлықтың келбеті мүлде өзгеріп кетеді. Батыс Антарктида мұзы теңіз деңгейінен төмен орналасқандықтан, ол мұхит сынуына өте осал. Ал шығыс бөлігі теңіз деңгейінен жоғары жатыр. Ғалымдардың болжауынша, батыс бөлігі ойпатты құрлыққа, ал шығыс бөлігі көптеген таулы аралдары бар теңізге айналады. Яғни, Антарктидада құрлық жер өте аз қалады. Бірақ, мыңдаған жылдар өткен соң, мұздың қысымынан босаған тектоникалық плита қайта көтерілуі мүмкін. Тұщы суға не болады? Антарктида жердегі тұщы судың 61%-ын сақтап отыр.
теңіз суы құрлық ішіне еніп, жер асты сулары тұзданады. Бұл ауыл шаруашылығына ауыр соққы болады. Антарктида тек мұз ғана емес, ол пингвиндер, итбалықтар, киттер және теңіз құстарының отаны. Қазірдің өзінде олардың саны азайып жатыр. Австралиядағы Квинсленд университетінің зерттеуі бойынша, егер жылыну тоқтамаса, ғасыр соңына қарай Антарктидадағы жануар түрлерінің кемінде 65% жойылып кетуі мүмкін. Дегенмен, оң жағы да болуы мүмкін. Климат өзгерсе, Антарктида болашақта адам өмір сүруіне жарамды құрлыққа айналуы ықтимал. Алайда бұл әлі нақты ақпарат емес. Мұхит деңгейі қалай өзгереді? Антарктида мұзы толық ерісе, мұхит деңгейі 60 метрге дейін көтеріледі. Бұл нағыз жаһандық апат. Нью-Йорк, Гонконг, Каир, Санкт-Петербург, Буэнос-Айрес секілді қалалар су астында қалады. Тіпті тұтас аймақтар жоғалады. Данияның көп бөлігі, сонымен қатар Флорида. Миллиондаған адамдар өз үйлерін тастап, көшіп кетуге мәжбүр болады. Мұз астындағы вирустар босап шығады. Антарктида мұзы ерісе, 8 миллион жыл бойы мұз ішінде сақталған вирустар, бактериялар босап шығады. Қазіргі адам ағзасында оларға қарсы иммунитет жоқ. Сондықтан жаңа жойқын індеттер тарауы мүмкін. Жер сілкінісі мен жанартаулар күшейеді. Антарктида мұзының салмағы 24 миллион 380 мың гигатонна. Ол ерісе, жердің ауырлық орталығы өзгереді. Тіпті тәуліктің ұзақтығы 20 секундқа дейін ұзаруы мүмкін. Бұл тектоникалық плиталардың қозғалысын жылдамдатып, жаңа жер сілкінісі мен жанартаулардың пайда болуына әкелуі мүмкін. Климат қалай өзгереді? Мұз азайған сайын, жер күн сәулесін көбірек жұтады. Соның салдарынан жаһандық жылыну одан әрі үдей түседі. Жел бағыттары, жауын-шашын көлемі өзгереді. Қуаңшылықтар мен дауылдар пайда болады. Экономикаға әсері. ақш пен Қытай ірі порттарынан, өндіріс орындарынан айырылады. Бұл әлемдік экономиканы күйретуі мүмкін. Алайда Антарктида бір күнде еріп кетпейді. Бұл процесс жүздеген жылдарға созылады. Бірақ климатқа адамның өзі әсер етіп отырғаны анық шындық. Егер адамзат жақын 100 жылда жылыну мәселесін шешпесе, бұл процесс қайтарымсыз болады. Зерттеушілердің айтуынша, Арктикада да өсімдіктердің көбеюі байқалып отыр. Ал 2021 жылы Гренландия мұз қабатына тарихта алғаш рет жаңбыр жауған. 1986 және 2021 жылдардағы спутниктік суреттерді салыстыру нәтижесінде жасыл аумақтардың едәуір артқаны анық байқалады. Ғалымдардың мәліметінше, өсімдік көмкерілген жер көлемі 12 есе ұлғайып, ал 2016 жылдан бастап жасылдану деңгейі 30%-ға дейін жеткен. Қазіргі таңда Антарктида мұз қабаты жер бетіндегі барлық континенттік мұздың 90%, яғни шамамен 30 миллион шақырымды құрайды. Бірақ бүгінгі күні парниктік газдардың, әсіресе көмірқышқыл газының мөлшері жылдам өсіп жатыр. Ғалымдардың пікірінше, Антарктида біртіндеп бұрынғы жасыл қалпына қайта оралуы мүмкін. Яғни, ластану үдеген сайын жасылдану да күшейе береді. Ал Антарктидадағы мұз қабатында жер шарының тұщы суының 80% сақталған. Антарктида жердің соңғы қалқаны. Ол құласа біз де құлаймыз. Бірақ бәрі өз қолымызда. Энергияны үнемдеу, қалдықты азайту, табиғатқа зиянды азайту сияқты кішкентай қадамдар үлкен өзгеріс әкеледі. Сіздермен бірге болған қызық факт арнасы. Каналға жазылып, қазақ тілді контенттің дамуына үлес қосыңыз.